Ассалаумағалейкум қазақтар. Мына көптеген сұрап жатыр, неге қазақша бізде ешкім айтпайды. Трамп неліктен мына осындай баш салығын пошлиннан көтерді ғой. Мен сол осы мәселе туралы бойынша өз пікірімді білдіргім келеді. Ол алыстан бастаймыз. Мына 1970 жылдардан бастап жылдарды Америкада өз елде өндірілетін елде тұтынылатын тауарлардың ең көп пайызы өндірілген. 95, 97, 98 пайыз өз мына тұтынылатын заттар, тауарлар өз Америкада жасаған. Мысалы, Қазақстанда біз пайдаланамыз ғой заттардың. Осы мына Қазақстанда 10-15 пайыз, азық-түлік 50 пайыз, 60 пайыз осы жерде Қазақстанда өндіріледі, жасайды. Сондықтан осы 70-ші жылдан бастап, 80-ші жылдан бастап, 79-ші жылда Рональд Рейган сайлағаннан кейін Рональд Рейган мына өткене Америкадағы тауарлар нарығы шамадан тыс көп болды. Оның тауарлардың өндірісі өсіп, өнуін тоқтатты. Сондықтан Рональд Рейган мына осы мәселеге қарастырған, мына заң шығарды, қабылдады. Мына осы барлық өндірістерді, заводтарды шетелге шығаратын рұқсат берді. Оның алдында тыйым салғаны. Оны көптеген барлық заводтарының өндірістер басқа елдерге аудар басталды 80-ші жылдарда. Себебі Америкада жалақысы өте жоғары, ал мына аз төлейтін Қытайға, Мексика, Вьетнам, мынандай басқа бір елдерге олардан жалақысы төмен болды. Қытайда төмен болды бұрын 80-ші жыл, 70-ші жылда. Сондықтан да ол көптеген заводтарды көшіп кетті. Қазір Америкада өзінде көптеген өндірілмейді. Өздері мына Америкада өздің әртүрлі тауарлар, мынандай құрылыс заттар, басқа киім, тамақ бәрі шетелден сатып алады қазір. Көптеген өндіріс жоқ қазір. Сондықтан олар сауда дефицит басталды. Сауда дефицит көптеген сатып алады, өздер неге шығармайды? Экспортқа заттар аз шығарады. Тіпті iPhone Қытайда жиналады. Білесіздер ғой, да? Білесіз ғой. iPhone-дан оны сауда дефицит болғанда, ол Американың сыртқа қарызы қанша? 36 триллион долларға жетті. Ол өте көп. Бірақ әшейін мына қарызы емес, сыртқа қарызы емес. Бұл қарызы жыл сайын, қалай дейді, қарызына қызмет көрсету үшін жыл сайын 10% осы қарыздың төлеу керек. Мына 36 триллион, 3 триллион 600 миллиард доллар Америка төлеп жатыр. Ол өте қымбат, өте қиын. Сондықтан ол мына қарызы, сыртқы қарызы американдікі ол орнына тұрмайды, өсіп отыр. Барлық сырттан, шетелден сатып алады. Мына Трамп баш салығын, пошлинын көтереміз деп, қайт мынадан өндірістерді, заводтарды американдікі бәрі қайт ораламыз дейді.
Бірақ көптеген пікірін, экономисттің пікірін бойынша, мына білмеймін қалай болады, өйткені тауардың бағасы қымбат кетеді. Олар әшейін емес, сыртқа шығарған. Өйткені бәсекеге қабілет болу үшін басқа елдерге көшірді олар. Олардың жалақысы аз екен, төмен. Сондықтан білмейміз қалай бола ма, қалай болмайды. Қазақстанда неге көтерді? Өткенде біз Американ көліктері, машиналар 59% бізде ввозной пошлина бізде олар төлейді. Олар айтады, бізге американдық көліктерге неге солай жоғары көтерді ғой, пошлина, біз не үшін біз онда түсіреміз. Бірақ ол біздің қолымызда емес, ол біз әртүрлі одақтың қолында. Тағы бір қандай мәселе бар? Бір мәселе бар, заңсыз және заңды келіп көшіп келушілер, мигранттар. 20-25 жыл ішіндегі 60 миллион адам кірді. Көптеген заңсыз кіргеннің көшіп келушілер, мигранттар көптеген заңсыз кірді, жұмыс жасайды Америкада, салық төлемейді. Салық төлемесең ешқандай пайдасы жоқ үкіметке, мемлекетке. Кім заңды келіп көшіп келушілер, олар көптеген көп емес, бірақ оның ішіндегі жұмыс істемейді, үкіметтен жәрдем алады, жеңілдіктер алады, пособие деген. Оны сондай көп қиын алып келеді. Сондықтан қазіргідей 10 адам болса, былай санаса Америкада, оның ішінде 4-5 жұмыс жасайды, 6-7 оның мойнында отырып қалады. Сондықтан өте көп экономика мәселе жиналды. Мына президенттері ауыса береді, сайлауда қатысады, ауысады, бірақ осы экономиканың мәселе шешілмейді. Мына Трамп айтты, осылай біз қайтып ораламыз барлық өндірістерді. Көреміз, қалай болады. Бірақ мен ойымша, осы мәселе бойынша мен өзім пікірімді айттым. Сіз қалай қарайсыз? Түсініктемелеріңізде жазыңыз, қалай қарайсыз? Рахмет назарыңызға.